Мейрамбек Тағанов актер 2012 жылы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының музыкалық театр актері мамандығы бойынша білім алған. Өмірбек Байділдаев атындағы 5-ші республикалық патриоттық әндер байқауының бас жүлде иегері. Қайырлы таң, Мейрамбек, жаңа күнге қош келдің. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Өте жақсы. Мейрамбек, енді сізді көрермен көптеген отандық жаңа музыкалық жобалардан көріп әнші ретінде танып біледі. Енді Мұхтар Әуезов атындағы театрдағы актерлық жұмысыңыз туралы айтып кетсеңіз. Біріншіден әншілік пен актерлікті менің жалпы мамандығымда қатар алып жүруге тура келеді. Бірақ екеуі бір сахна болғанмен мүлдем екі бөлек сала деуге болады. Өйткені театрдың сахнасы бөлек, ал телевидение немесе басқа. Шоу-бизнес деп айтсақ болады. Шоу-бизнес, ол сахна мүлдем бөлек, көрермендерде. Театрдағы жұмысыңыз туралы қазір қандай рөлдер бар, қандай спектакльдерде ойнап жүрсіз? Қазір бізде осы экспоға арнайы дайындалған Қыз жібек спектаклі бар. Ол жерде шеге рөлін сомдаймын. Бәрекелді. Бұл енді менің бұл театрға келгенде ең алғашқы рөлім. Мен үшін мені сынайтын, менің өзімді өзіме сынайтын, өзімді басқаларға да дәлелдеп көрсете алатын бірінші рөлім. Сәттілік тілейміз, бәрекелді. Иә, жақсы шыққан рөлдердің, сәтті шыққан рөлдердің бірі деп естіп жатырмыз ұзын құлақтан. Енді кәсіби түрде актерлікті оқу маңызды ма, қалай деп ойлайсың? Жоқ әлде адамның бойында талант болу керек пе? Енді бір сөз бар ғой, 1% талант, 99% еңбек деген. Ол енді еңбек деген сол оқу барысында келетін еңбек деп білем. Сондықтан кәсіби түрде актер болу үшін өте маңызды оқу керек, иә? Иә. Мейрамбек, енді кино саласына келсек. Жалпы кинода қандай бір тәжірибеңіз бар? Әрине, армандамайтын адам жоқ шығар. Үлкен кинода жақсы рөлдерді ойнау армандарым бар, өте көп. Бірақ осы күнге дейін бір үлкен ауқымды бір фильмдерде үлкен рөлдер сомдаған жоқпын. Өкінішке орай десек болады шығар. Иә. Бәрі алда деп сенем. Енді мүмкін оның бәріне тәжірибе де керек шығар. Өсіп, кішкене деңгейге жеткен кезде мүмкін сол кездерде бір өзінің уақытымен келетін дүние шығар. Сәттілік тілейміз. Мейрамбек, актер ретінде арманың қандай? Актер ретінде қандай рөлдерді сомдағың келеді? Мен негізі бала кезімнен өзім әнді сүйіп өскен баламын. Мен 20 жасыма дейін актер болам деген мүлдем ойлап көрмегем. Бірақ осы оқуға түсуге келген кезде әртүрлі пікірлерді естіп, өзімді сынап көрейін деп келгем. Содан бері ұнатып, осы театр сахнасын, театр өнерін ұнатып бет бұрдым. Ал негізі енді театр сахнасында да өзімнің сүйіп орындағым келетін рөлдерім ол музыкалық спектакльдерде, мюзиклда сондай рөлдер ойнағым келеді. Бәрі музыкамен байланысты, иә? Иә. Мейрамбектің өмірінің бәрі музыкамен байланысты сияқты. Мейрамбек, бізді таңда көріп отырған көрермендер бар. Рұқсат етсең, көрермендерге деген таңғы тілегің болса, мархабат. Құрметті көрермендер, баршаңызға сәтті күн тілеймін. Алдағы қойған армандарыңыз орындала берсін. Жақсылықтар көп болсын. Мейрамбек, бүгін уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Шығармашылығыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет үлкен. Сіздерге рахмет.